Ассалаумағалейкум достар, ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Абзал Абу YouTube каналы. Мынау бүгін 14 сентябрь, ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Әлқожаның соты болды, апелляциялық сот болды. Сот ашық түрде деп айтылған, дегенмен де халықты кіргізбеді. Ешқандай, даже жұбайын да ағасын да кіргізген жоқ. Және де видео дәлелдемелер алып келген, дискіге басып видео дәлелдемелерді қабылдамады. Сот өзгеріссіз қалды. Мынау әкімшілік сотта да сондай болған. Мынау жаңағы басына барып көрейік деп жасыл аймақтың не еккен жаңағы талдарын, жаңағы қауын дарбыз еккен жайы, дарбыз, асқабақ басына барып көрейік деді, барып көрмеді. Білмедім, мен өзім. Соттардың шешімдеріне мен даже кіргізбеді, ешкімді кіргізбеді. Айтарға сөзім жоқ, ешқандай айтарға сөзім жоқ. Ашық сот деді, сағат 4:30 басталады деген. 5-тен 10 кеткенде қорғаушысы шықты, сот аяқталды деді. Сот аяқталды, өзгеріссіз қалды, болды. Айтарға сөзім жоқ. Оны дәлче қуалап, әлекеңді тағы да бұған бір не дайындап жатыр деп деген ақпарат бар. Осым шығармаудың амалы қоянда. Айта алмаймын, мәссаған. Тапсырма деп ойлаймын, бұның бәрі тапсырма. Балқожаев Бауыржан ағасы. Есіміңіз кім болады? Есімім Балқожаев Бауыржан. Балқожаев Бауыржанның үстінен қылмыстық азаматтық іс қозғалып 22 Приозерск қаласына Астанаға кетіп бара жатқан жерге қамалған. Сол қамалып жатқан жерінен үстінен тағы да 2 іс қозғалды. Біреуіне 612 мың теңге айып салды, екіншісіне тағы 30 күнге қамақ берді. Біздің бұл судьялардан барып өздерінің көздеріне көрсетуімізді, Әлқожаның айтқан сөздерінің мынау жасыл аймаққа байланысты айтқан сөздердің рас екенін, жасыл аймақтың аймағына барып, аумағына, территориясына кіріп, сол қауын, қарбыз, жеміс жидектің егіп атқанын дәлелдеуге біз дайынбыз. Оны видеоға түсіріп әкелгенбіз, бірақ оны дәлел ретінде қабылдамады. Сол жерде жерін алып, жасыл аймаққа өтіп, 17 гектар жері Ділшат деген жігіт, фамилиясын ұмытып қалдым. Ол жерге қауын қарбыз егіліп атқанын соттың алдында айтты. Сонда да тұрып барып көріп, судьялар выездной сот дейді ғой, барып анықтауға ешқандай құқығы болмады. Әкімшілік сот па или облыстық сот па? Әкімшілік сот. Мынау Түркістанда мамандандырылған әкімшілік сот. Енді бұны келіп біз апелляцияға береміз. Апелляцияда ешқандай өзгеріс жоқ, Арман Қаратай қозғау жоқ. Мәселе бізде біреу-ақ. Бізде ақ қарасын анықтайтын соған интересі бар, интригасы бар адам судья болу керек. Оған жоқ деп айтатын себебіміз, біз видеоға түсіріп әкелген дәлелдерден кейін ең болмаса выездной сот жасап барып, жаңағы жасыл аймақтың территориясында Әлқожаның айтқан дән дақылдары бірнеше гектарға егіліп жатқанын біз көрсетерек. Қауын, дарбыз, қарбыз, асқабақ, талай нәрсе егіліп. Ол дәлелді жаңа алтынай әпше әкеп дискісін алып келді, бірақ облыс сотқа кіргізген жоқ, бірақ оны сотқа кіргізбеді. Бізде енді қалай дәлелдеуіміз мүмкін?